Қайырлы күн, құрметті әріптестер, басқа да көрермендер. Бүгін біз енді 490 бойынша вертикаль жоспарлау тоқталайық. Бұл жерде кестеде жалпы 7 сыныптан бастап 10 сынып аралығындағы жоспарлау қалай жүргізіледі, яғни бұл Назарбаев зияткерлік мектептеріне арналады. Өйткені біздегі оқу бағдарламасы біраз өзінің бір ерекшеліктері бар, өзгешеліктері де бар. Және де мында бізде қарап отыратын болсақ, бізде негізгі 490 бірнеше тараудан тұрады. Табиғи ресурстар, әлеуметтік экономикалық ресурстар, дүние шаруашылығы, ел тану деген сақылдай. Бізде енді бұның бір ерекшеліктері, енді бізде қарап отыратын болсақ, бұл жерде вертикаль жоспарлауда былтырғы жылдар бізде оқу мақсаттарының бірталай өзгерістер енгізілді. Кейбір оқу мақсаттары төменгі сыныпта, кейбір керісінше жоғары сыныпқа көтерілді. Сол сақылдай, енді соны қазір реттеп жеке-жеке таныстыра кетсем, мында бізде қарастыратын болсақ, бірінші табиғи ресурстарға тоқталатын болсақ, жалпы табиғи ресурстар 7 сыныптан бастап бізде 10 сыныпқа жалғасады. 10 сынып бізде білеміз, Қазақстан географиясы бойынша қарастырамыз. Мұнда енді қазір жеке-жеке өтіп көрсетейін. Қазір мен бірінші бізде 7 сынып бойынша табиғи ресурстар тарауында біз табиғи ресурстардың жіктелуі, яғни қандай түрлері бар, сонымен таныстырып өтсеміз. Екінші айтатын болсақ, бізде тақырыпта бізде қарайтын болсақ, таралу заңдылықтарын оқушылар білу керек. Яғни әр табиғи ресурстардың таралу заңдылықтары қай жерде қандай ресурстар, соның ішінде минералды ресурстарға жеке тоқталып өту керек, және оларды және картадан анықтай алу керек. Келесі 8 сыныпта біз сол табиғи ресурстарды не істейміз, оларға баға береміз. Экономикалық, экологиялық тұрғыдан, және олардың потенциалын анықтаймыз. Осыған байланысты табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын қарастырамыз. Өңдеу технологиясына бұл жерде жәнегі бір айтатын болса, белгілі бір пайдалы қазбаны ала отырып, сол пайдалы қазбаны мысал ретінде оны өңдеуде қандай әдіс тәсілдер қолданылады, және ол әдіс тәсілдер қандай зауыттарда, қандай орталықтарда жүргізіледі, және одан алынатын дайын өнім түрлерімен танысу керек. Яғни бұл жерде 8 сыныпта айтатын болсақ, жалпы процестермен байланысты болып есептеледі екен. Енді 9 сыныпта айтатын болсақ, 9 сыныпта бізде берілген екі тақырып, бірінші табиғат пайдалану түрлері, яғни бұл жерде негізгі әдістер бойынша тоқталамыз, яғни тиімді, тиімсіз пайдалану деген сақылды. Оның және айтатын болсақ, салдары, себептері деген сақылды, шешу жолдары деген сақылды, соны қарастырамыз. Одан кейін табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыру деген бұл жерде біз жәнегі табиғат, яғни біз білеміз, қоры шектеулі, сол себепті жәнегі оның жәнегі тиімділігін арттыру мақсатында қандай әдіс тәсілдер қолданылады, басқа елдердің мысалында соны талдап қарастырамыз. Енді 10 сыныпта қарастырамыз. 10 сыныпта тақырып негізгі бұл тақырып 8 сыныпта тақырып ұқсас. Тек қана Қазақстан көлемінде біз не істейміз, қарастырып, және Қазақстан табиғи ресурстарға әлеуетін бағалаймыз. Жалпы біздегі ресурстың қандай түрлері бар, қай орындамыз, және ресурспен қамтамасыз етілу көрсеткішін есептейміз. Одан кейін табиғи ресурстар өңдеу технологиясы сипатта бізде қандай технологиялар пайдаланылады. Сонымен қоса орталықтарды анықтаймыз, яғни бұл жерде көп жұмыстар картамен жүргізіледі, анықтау үшін. Одан ары қарай табиғатты пайдалану мәселелерін талдау деген бұл жерде жәнегі 9 сынып өткен және тиімді, тиімсіз пайдалану түрлерін Қазақстан мысалында талдап қарастырып шығамыз. Яғни біздегі 10 сыныпта айтатын болса, 8 мен 9 материалдан қоса отырып, тек Қазақстан көлемінде не істейміз, қарастырып шығамыз. Жақсы, енді ары қарай қарастыратын болса, келесі әлеуметтік экономикалық ресурстар тоқталатын болса, бұл жерде инфрақұрылым дейді. Инфрақұрылым салаларын жіктеу 7 сыныпта бізде қарастыратын болса, негізгі инфрақұрылым түрлерімен таныстырып кетеміз. Ол және көлік, экономикалық, әлеуметтік инфрақұрылым түрлерін талдаймыз. Одан кейін барып біз 8 сыныпта және көлік, әлеуметтік, экономикалық инфрақұрылым түрлерін біраз толыққанды зерттей бастаймыз. Бұл жерде тек қана инфрақұрылым бұл үшеуімен шектелмейміз, оның басқа да түрлерін ашып қарастырамыз, және олар маңыздылығына баға береміз, соны қарастырамыз. Одан 9 сыныпта бізде қарастыратын болса, тұрақты даму ұғымын түсіндіру. Тұрақты даму ұғымында бұл жерде оның жеке тарихымен таныстыру керек, қай кезде басталған, және оның концепциясы қалай жүргізілді. Соның ішінде және 17 тұрақты даму мақсаттарын қарастыру керек. Соның ішінде Қазақстанның тұрақты даму мақсатын қарастырса, ол да жақсы болады деп ойлаймын. Одан адам капиталының сапасының көрсеткіштері, бұл жерде айтатын болсақ, мұның құраушы бөліктері, және адам капиталы қалай есептелінеді, қалай анықталады, соның үшін адам даму индексін талдай кету керек елдер мысалында. Сол бойынша біз ақпаратты салып отырамыз, сабақтар бойынша көріп отырайық. Ары қарай мына жерде Қазақстан индустриялық инновациялық даму бағыттарын қарастыру керек, және Қазақстанның аймақтарын инфрақұрылымын талдау дейді. Яғни бұл айтатын болса Қазақстан көлемінде. Енді ары қарай дүние шаруашылық пен ел тану тақырыптар бойынша мен кейінірек алдыңғы сабақтарда енді көрсетейін. Бұл енді бастапқы және табиғи ресурстар мен әлеуметтік экономикалық
сабақта біз игеріп алайық, одан кейін барып ары қарай келесі бөлімдерге көшеміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, басқа да көрермендер, оқушылар, Геоглобус каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі 9 сынып бойынша география пәнінен 490 сабақтарын бастаймыз. Біздегі алғаштары ол табиғи ресурстарға байланысты өткен жолғы сабақтарды таныстырамыз. 7-8 сыныпта біз табиғи ресурстардың таралу, одан түрлерін қарастырамыз. 8 сыныпта оны біз бағалағанбыз. Және де олардың жаңа айтатын болсақ, өңдеу технологиясының орталықтарын, дайын өнім түрлерін қарастырдық. Енді бүгінгі сабақта сол табиғи ресурстарды пайдалану түрлерін қарастырамыз. Яғни қандай әдістер пайдаланады, соған тоқталып кетеміз. Яғни бүгінгі сабақта айтқанда бір-екі тақырып бірге қамтимыз. Мақсаттарын тоқталатын болса, бірінші мақсат ол бізде табиғатта пайдалану түрлерін жіктейміз. Яғни соның ішіндегі тиімді және тиімсіз пайдалану, соны қарастырамыз, және оның қоршаған ортаға тигізетін әсеріне баға береміз. Екінші мақсат бұл жерде табиғатты пайдалану тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, яғни қандай әдіс тәсілдер қолданылады, яғни табиғи ресурстарды айтатын ұзағынан пайдалану мақсатында, немесе оңтайлы пайдалану мақсатында. Енді осыған байланысты біздегі бірінші неместерінетін сұрақ ол ой қозғау. Адамзаттың осы уақытқа дейінгі өмір сүріп келе жатқанның басты себебі ол бізде табиғаттың арқасында, яғни табиғат бар, адамзаттың да жалпы тіршіліктің жалғасу сол табиғаттың арқасында есептеледі. Енді осыған байланысты біздегі негізгі ұғымға тоқталатын болса, ол бізде табиғи ресурстар адамзаттың күнкөрісі мен тіршілік етуіне қажетті заттар мен табиғатта кездесетін жаратылыс дүниелер. Яғни осы ресурстарды біз күнделікті өмірімізде істеп отырамыз, әрдайым пайдаланып отырамыз. Яғни осыған байланысты бізде қарастыратын болсақ, келесі ой қозғау ол бір тәулікте адамға қанша мөлшерде табиғи ресурс мөлшері қажет дейді. Яғни бір адам күнделікті таңертеңнен бастап кешке дейінгі уақыт аралығында қанша мөлшерде ресурсты тұтынатынын анықтау керек. Соған байланысты таратылған материалды инфографика талдау жасау керек. Яғни келесі кезекте ол сол кезекте бойынша бізде қарастыратын болса, бірінші ресурспен жұмыс жасаған кезде біз не істейміз? Ол жаңағы ауаның қанша қажеттілігін анықтау керекпіз. Екіншісі судың бір тәулікте қажеттілігі, одан кейін бізге қанша күннен азық-түлік түрлерін біз тұтынамыз. Одан кейін энергия көздері, одан кейін айтатын болсақ, пайдалы қазба мөлшерін таратылған материалдан анықтап қарастырып шығамыз. Жақсы. Келесі енді сүйретме жұмыс дейді. Бұл сүйретме жұмыста таратылған материалға берген ақпарат қолдануды төмендегі тапсырмалар орындау керек. Яғни 5 адамнан тұратын отбасы мүшелеріне келетін табиғи ресурстардың мөлшерін анықтап, оған баға бер дейді. Келесі табиғи қорлар ресурстары мен тұтыну мөлшерінің арасына байланысты түсіндіру керек. Үшіншісі, яғни айтатын болсақ, дүниежүзі халқы күн сайын орта есеппен табиғи өсімі 300 мыңға жуық адамды құраса дейді. Табиғи ресурстарын қамтамасыз ету жағынан болашақта туындайтын мәселелер анықтау керек. Яғни біз айтатын болсақ, адам саны көбейген сайын табиғи ресурсты тұтыну мөлшері ұлғая түседі ғой. Ал бізде қор шектеулі. Соған байланысты жаңағы мәселелердің қандай туындауы мүмкін, соны анықтаймыз, талдаймыз. Келесі енді табиғатты пайдалану бүгінгі сабақтың негізгі ұғымы. Ол адамзаттың өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ресурстарды пайдалануға бағытталған қызметі. Енді мұнда қарастыратын болса, жалпы бізде табиғатты бекерден біз пайдаланбаймыз. Оның себептері бар. Бірінші себептер ол экономикалық мақсатта пайдаланамыз, яғни күнделікті азық-түлік, энергия мен шикізатпен өзімізді қамтамасыз ету мақсатында. Екінші себеп ол халықтың ұдайы өсуі. Үшінші себеп әлеуметтік дейді. Бұл жерде өмір сүруге қолайлы жағдай жасау үшін жұмыспен қамтамасыз ету болып табылады. Одан мәдениде бізде қарастыратын болса, табиғи ресурстарды эстетикалық мақсатта пайдалану, яғни көбінесе рекреациялық мақсатта табиғаттың аясында демалу. Одан кейін жаңа технологиялардың дамуы, жаһанданудың қарқындылығы, яғни осындай себептерге байланысты біз табиғатты күнделікті пайдаланамыз. Келесі енді тапсырма беріледі. Келесі тапсырмада бізде қарайтын болсақ, бұл жерде кітаптың 102 бетін ашамыз. Сонда сүйреттегі төмендегі сілтемені қолдана отырып тапсырманы орындау керек. Яғни бұл жердегі орман қорларына бай мемлекеттер анықтау керек. Орман қорларының азаюының себептерін түсіндіру керек. Дүниежүзі бойынша орман ресурстарын қайта қалпына келтіру жолдарын ұсыну керек. Яғни бұл немеде біз көре аламыз, бұл сілтемеде және ормандардың негізгі территориясы, жәнегі адам салдарынан жойылған түрлері бар, қанша территория жойылған, одан өрттің салдарынан қанша
территориядан айырылған соң бәрін анализ жасап талдауға болады, әрқайсысын қарастырып. Келесі енді бұл немеге мысал саласыңдар, мына картасында мен бұл картасында бізде орман ресурстарының қоры берілген, яғни география тарауын сипаттау керек, яғни қай мемлекеттерде яғни бұлардың үлестері жоғары қоры бойынша, оны да анықтаймыз. Енді келесі бізде тапсырма тоқталатын болса, бұл жерде сүйретпен жұмыс істейді. Бұл сүйрет 101-ші кітаптың 101 бетінде бар. Бұл жерде берілген сұрақтар бойынша жер ресурсын тиімсіз пайдалану салдарын түсіндір дейді. Сүйретке қарап айтуға болады. Одан эрозияға ұшыраған топырақ қабатын қалпына келтірудің жолдарын ата дейді. Яғни мұнда берілген мәселе бойынша оның қалпына келтіру жолдарын қарастырамыз. Үшіншісі, жер ресурстарын тиімді пайдалану жолдарын ұсыну дейді. Яғни бұлда қарайтын болса, негізгі мәселе ол экологиялық мәселе. Егер де экологиялық мәселе уақытында шешілмейтін болса, ол экологиялық дағдарысқа айналады. Дағдарыс уақыт өте келе апатқа айналады. Ол апат дүниежүзілік болуы мүмкін. Яғни бұл жерде айтатын болса, жергілікті, аймақтық және ғаламдыққа ұлғая түседі. Енді келесі қарастыратын болса, бұл жерде техногенез деген ұғымға тоқталайық. Техногенез деген ол адам шаруашылық әрекетінен нәтижесінде шаруашылық және шаруашылық салдарынан ландшафттардың өзгеруі, яғни көбінесе табиғи ландшафттардың жасанды немесе басқа да ландшафттарға өзгеру болып табылады. Енді табиғаттың пайдалану салдарын тоқталатын болса, бұл жерде екі салдар бар: тиімді пайдалану кезінде және де тиімсіз пайдалану кезінде. Енді тиімді пайдалану кезінде қандай бізде салдар болады? Ол экожүйелер сақтау мен қалпына келтіру, екіншісі жаңартылған энергия көздерін дамыту, сонымен қоса ресурстардың тиімділігін арттыру болып табылады. Соңғысы бізде адамдардың өмір сүру сапасын арттыру болып есептеледі. Енді бізде екіншісіне тоқталатын болса, тиімсіз пайдалану кезіндегі біздегі салдары ол табиғи ресурстардың сарқылуы, биоалуандылықтың азаюы, шөлейттену мәселесі, соның үшін ормандарды кесу мен яғни айтатын болсақ, шамадан тыс жерлерді жырту болып табылады. Ауыл шаруашылығы үшін топырақ эрозиясы, топырақ құнарлығының төмендеуі, одан кейін сумен қамтамасыз ету мәселелері пайда болады. Яғни осылай бізде жәнегі айтатын болса, табиғат пайдалану кезіндегі тиімді, тиімсіз жақтарын қарастыра аламыз. Мәтінмен жұмыс істейді. Бұл жерде таратылған материалдағы табиғат пайдалану тиімсіз жолдарын азайту шешімдеріне талдау жасайды. Мәтін берілді, мәтін ішінде біртүрлі шешімдер көрсетіледі. Сол шешімдер бойынша біз несімен әрқайсысын жеке талдап шығамыз. Мысалы, білім беру саласында одан қандай технологиялар қолданады тиімді, соған байланысты қандай заңнамалар жұмыс жасайды, соны талдаймыз. Одан жалпы ерекше қорғалатын аумақтар деген бізде бар ма, жоқ па, соны қарастырамыз. Одан кейін қандай серіктестік ұйымдар немесе халықаралық келісімшарттар, соны қарастырамыз. Және де қазіргі таңда осындай немелерді айтатын болсақ, экологиялық мониторинг бақылау жұмыстары жүргізілуде ме деген сияқты. Оны да сол мәтін ішінде талдап қарастырамыз. Келесі енді арғай қарастыратын болса, бізде ой қозғау дейді. Тарихи кезеңдерде адамның табиғатқа деген көзқарасы мен табиғатты пайдалану тәсілдері өзгерді ме дейді. Қалай өзгерді? Яғни айтатын болса, бізде табиғат пайдалану деп айтатын болсақ, адамзат пайда болғаннан бастап осы уақытқа дейін, 21 ғасырға дейінгі уақыт аралығында сол пайдалану мөлшері, тәсілдері айтатын болсақ, қалай өзгерді, соны талдап қарастыра кетейік. Бізде енді талдағанда ол жерде біз естиміз адам табиғат пайдалану бойынша сендер ақпарат іздеу керексіңдер. Бірінші ол ежелгі заманда қалай пайдаланды, одан неолиттік революция кезінде қандай әдіс тәсілдер қолданды, одан антикалық және орта ғасыр заманында біз білеміз, енді алғашқы кезеңдерде адамдардың және пайда болуына байланысты ең басты және айналысқан істері ол және аңшылық пен терімшілік болды. Одан кейін барып жерді игере бастады, ауыл шаруашылықтың бастапқы даму кезеңдері болады. Одан кейін барып және өнеркәсіптік революция кезінде тоқталамыз. Ол кезінде қалай табиғаттың пайдалану, яғни ресурстардың қандай түрлері іске қосыла бастады шаруашылықта, соны қарастырып, одан қазір заманда жәнегі табиғи ресурстың пайдалану қарқыны қалай жүріп жатқан, соны қарастырамыз. Соны іздеп шығамыз әр кезеңдер бойынша. Енді кестемен жұмыс істейді. Бұл жерде таратылған материалға кесте талдау жаса дейді. Бұнда табиғат пайдалану түрлерінің уақыт кезеңдеріне байланысты өзгеру себептерін атау керек. Одан кейін табиғатты пайдалану жағымсыз салдарын азайту жолдарын түсіну керек. Одан кейін қандай заманауи технология табиғатты пайдалану тиімділігін арттырады дейді. Жәнегі өткен сайтта біздегі және әр кезеңдер бойынша біз қарастырдық қой, сол қарастырған тапсырма бойынша не істейміз, осы үш сұраққа жауап береміз. Ары қарай келесі енді біздегі сұрақ беріледі: табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыру жолдарын түсіндірді. Қалай арттыруға болады, соны талдайық. Мысалы, бізде қарастыратын болса, бұл жерде мысал ретінде бізде берілген
табиғатты пайдалану түрлерін тиімділігін арттыруда мысалы біреу бірінші жер ресурс, екінші пайдалы қазбалары берілген. Жер ресурстарын біз күнделікті ауыл шаруашылықта емес, құрылыста, тау-кен және басқа да мақсатта пайдаланамыз. Сондағы бізде қолданылатын әдістер бізде ол ауыспалы егіншілік, мелиорациялық шаралар, яғни топырақ қалпына келтіру, оны рекультивация дейді, және кен орнын игергеннен кейін оларды қайтадан қалпына келтіру шараларын жүргіземіз. Екінші, бізде жер қойнауынан пайдалы қазбаларды алу дейді. Бұл жерде кенді игеру кезінде ашық жабық әдістер, рекультивация шараларын жүргізу, шикізатты екінші реттік өңдеу және технологиямен енгізу дейді. Яғни айтатын болсақ, кез келген табиғаттың ресурсын біз пайдаланатын болсақ, ол су ресурсы болатын болса, тағы да биологиялық ресурс болуы мүмкін. Соның әрқайсысында және айтатын болса, тиімді пайдалану үшін оның әдістері болады. Сол әдістер арқылы біз не істейміз? Айтатын болсақ, қоршаған ортаға тигізетін нұқсанды біраз азайтамыз. Енді бұл жерде біз қарап отырмыз, екі бізде әдістің қарамен боялған екен. Бірі мелиорация әдісі, екінші шикізатты екінші рет өңдеу деген. Енді сол бойынша біз не істейміз? Табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыруда қолданылатын әдістерге біз не істейміз? Баға береміз. Бірінші ол мелиорациялық шара, екіншісі шикізатты екінші рет өңдеу дейді. Яғни осыған байланысты біз не істейміз? Бірінші және екінші әдістер бойынша әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктеріне баға береміз. Мысалы, мелиорациялық шаралардың айтатын болсақ, қаншалықты ол тиімді, қандай тиімсіз жақтары бар, соны талдап қарастырамыз. Яғни былайша айтқан кезде екі немеге де баға беріп шығамыз. Енді ақпаратты не істейміз? Оны интернет көзінен іздеп қарастырамыз. Келесі енді қарғай жалғастырайық. Келесі пайдалану әдістеріне тоқталатын болсақ, жалпы табиғатты пайдаланудың түрлерінің тиімділігін арттыру елдер мысалдарына талдайық. Әр елдерде қандай қазір пайдаланып жүргізіп жатыр. Мысалы, бірінші суды пайдалану дейік. Ең бірінші біз қазір таныстыра кетемін. Соңында қай мемлекетте екенін анықтау керек бізге. Мысалы, суды пайдалану бойынша мәселе олардағы сол мемлекеттегі тұщы судың жетіспеушілігі, импортқа тәуелділік жоғарылығы. Яғни бұл мемлекетте тұщы суды басқа елден сатып алады деген сөз. Енді шешімдер қандай? Сол мемлекеттегі олар Ньюота технологиясының енгізілген дейді. Тазартылған ағынды суларда ауыз су үшін қайта пайдалану. Екінші, теңіз суын тұщыландыру әдісі қолданған. Яғни заманауи қондырғылар елдің қажеттінің 30%-на дейін қамтамасыз етеді екен. Одан жаңбыр суын қолдану. Яғни жаңбыр суын қолдану үшін олар ғимараттың төбесінде арнайы суды жинайтын резервуарларды қойған. Сол арқылы, яғни ары қарай келесі төртінші бізде шешімдер ол суды қатаң үнемдеу саясаты. Яғни жоғары тарифтарды үнемдеуді, яғни суды үнемдеуді тұтынуды ынталандырады деген сөз екен. Мұнда қарайтын болсақ, нәтижесінде бізде қарайтын болсақ, бұл мемлекет Малайзиядан су импортынан тәуелділігін азайтып, әлемдегі суды ең тиімді пайдаланатын елдердің біріне айналған. Яғни айтатын болсақ, бұл жерде бір подсказка Малайзия деп тұр. Яғни Малайзияның қасында бізде орналасқан өте шағын мемлекет, ол бізде Сингапур болып есептеледі. Келесі, орманды пайдалану мысалы ретінде бізде қарасаңыз, бұл елдегі мәселе 1970 жылдары ауыл шаруашылығын дамыту үшін жаппай ормандар кеседі. Яғни айтатын болса, ормандар болатын болса, елестетіп көрейік, яғни бүкіл территориясы ормандар басып жататын болса, ауыл шаруашылығын дамыту үшін бұл орналасқан мемлекетті біраз картадан көз жүгіртейік, қай жерде орналасқанын. Ормандар белгілі бізде таралғандар бойынша. Одан кейін бұл мемлекет қандай шешімдерге келді? Бірінші, экожүйелік қызметтерге төлем енгізу. Яғни мемлекет жер иелеріне ормандар сақтаған үшін төлем жасайды. Яғни сол аумақтағы кімдер жер сатып алды, егер де жер иелері ормандар сол жерде кеспейтін сақтайтын болса, мемлекет оларға айтатын болсақ, жеңілдік немесе төлемді жасап отырған. Келесі, экотуризмді дамыту. Туризмнен түсетін табысы табиғатқа сақтауға ықпал етеді дейді. Ормандар қалпына келтіру бағдарламалар және рұқсатсыз ағаштар кесуге тыйым салу шаралары мемлекет тарапынан енгізілген. Нәтижесінде елдегі орман жамылғысы 1880 жылдарда айтатын болсақ, 25%-дан 2020 жылға дейінгі аралықта 50%-ға дейін астам өсті. Яғни айтатын болсақ, бұл жерде 25%-ға дейін өскенде, 25-тен 50%-ға дейін. Сонда айтатын жартысы. Яғни бұл жерде айтатын болсақ, жалпы елдегі экономика экотуризмнен пайда таба бастады. Бұл мемлекет бізде Коста-Рика болып есептеледі екен. Келесі, жерді пайдалану бойынша тоқталайық. Жерді пайдалану бойынша біздегі мәселе құрғақ климат, құнарлы жердің болмауы бұл мемлекетте. Шешімдер қандай шешімдер болған екен?
Бұл ел ең алғашқы тамшылап суару әдісін ойлап тапқан. Алғашқы соны ауыл шаруашылығында істеген, қолданған. Соның арқасында ең аз мөлшерде пайдалануға мүмкіндік берген суды. Екінші, гидропоникалық фермаларда суды жерді үнемдейтін топырақсыз өсімдіктерді өсіру болып табылады. Оны гендік инженерия дейді. Ауыл шаруашылығында дақылдардың құрғақшылыққа төзімді сорттарын жасау болып табылады. Яғни ыстыққа төзімді. Келесі нәтижесінде бұл мемлекет ел су тапшылығы мен қолайсыз климатқа қарамастан ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттайтын болған. Яғни бұл мемлекет бізде Израиль болып есептеледі. Келесі елдің мысалына тоқтайық. Бұл жерде энергия пайдалану дейді. Мәселе қазба отындарға жоғары тәуелділік. Яғни бұл жерде айтатын қазба мұнай мен газдың қорлары жоқ деп айтуға болады. Жоқтың қасы. Шешімдер қандай? Бұлардың бағдарламасы бойынша қарастырылған жаңартылған энергия көшу болып табылады екен. Energy Wind дегені. Келесі, жер мен күн энергиясын дамыту, электр энергиясының 50%-дан астам жаңартылған энергия көздерінен өндіріледі дейді. Электромобильдер үшін жеңілдіктер, яғни олар салық жеңілдіктерінен айтатын болсақ иегерлері болып табылады. Нәтижесінде көміршіл газдың шығарындыларын азайту, таза технология дамытуға жетекшілік ету болып табылады. Яғни бұл мемлекет бізде Германия болып табылады. Ары қарай, жер қойнауын пайдалану бойынша бізде бұл мемлекетте табиғи ресурстардың жеткілікті қорын болмауы, яғни бүкіл шикізатты несейді бұлар экспорттайды. Шешімдері: металл мен қайта өңдеу әдісі, яғни алтын мен күміс сирек кездесетін жер элементтерін алу үшін ескі электрониканы қайтадан өңдейді. Екіншісі, қалдықсыз өндіріс технологиялары, яғни Toyota сияқты компаниялар тұйық өндірісі циклдар пайдаланады, яғни бұл жерде түсінікті қай мемлекет туралы айтып жатқан. Одан кейін шикізатты импорттау үшін импорттау арқылы оларды өңдейді де дайын өнімге несейді қайтадан өздері шикізатты импорттап алады, сол шикізатты дайын өнімге айналдырады да соны экспорттайды. Яғни айтатын болсақ, пайда бұл жерден бірнеше есе көреді. Шикізаттан қарағанда дайын өнім бағасы әрдайым қымбат болады ғой. Нәтижесінде ресурстарды қайта өңдеу, қайта пайдалану бойынша көшбасшы ел болып табылады. Бұл бізде Жапония мемлекеті. Енді келесі дейді, бұл жердегі АКТ-ны пайдалана отырып бізге не істеу керек? Төменде берілген тапсырма орындау керек. Бірінші, Қазақстанда тиімді пайдалану түрлерін тиімділігін арттыруда шаруашылықта қандай бізде әдістер қолданылады? Ауыл шаруашылық болсын, тау-кен өнеркәсібінде болсын, соны анықтаймыз. Қазақстанда ауыл шаруашылығы әлсіз дамыған аймақтарды анықтап, табиғатты пайдалану тиімділігін арттыратын әдістерді ұсынды. Яғни біз білеміз де, жаңағы еліміздің солтүстік, оңтүстік аймақтарында ауыл шаруашылығы жетік дамығанымен, батыс орталық аймақтарда айтатын болсақ, олармен салыстырған кезде біраз төменірек дамыған. Соны арттыру үшін қандай әдіс-тәсілдер ұсыну керек, соны анықтаймыз. Іздейміз информацияны, ақпаратты. Одан кейін барып, үшінші сұрақ, бізде табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттырудың маңыздылығына баға беру керек. Себебінен біз оның айтатын болсақ, түрлерінің тиімділігін арттыруының маңыздылығын ескеру керекпіз. Енді мұнда бізде жалпы табиғатты пайдалану бойынша бізде кесте берілген. Танысып шығайық. Бұл жерде айтатын болсақ, ресурстық, салалық, аймақты деген неме бойынша берілген. Жалпы олар не жатады, және мысал ретінде берілген. Бұл қосымша ақпарат ретінде есептеледі, сабақ бекіту үшін. Жақсы, енді бүгін сабақ түсінікті болатын болса, каналға қолдау білдірейік. Канал бойынша ақпарат басқаларына таратайық. Каналға жазылайық. Назарларыңызға рахмет.